тұңғыш президент күні халықтың рухани өмірін толықтыратын тағымды мереке. Осы мереке арқылы жас ұрпақ тәуелсіз Қазақстанның тарихын танып, оның ел болып қалыптасу жолында аянбай еңбек еткен тұлғаларын есіне сақтайды. Сіздерді тұңғыш президент күнімен шын жүректен құттықтаймын. Елбасы елді қорғайды, халық қамын ойлайды. Осындай жақсы адамның жақсылығы елге тарайды. Тәуелсіздікті елге сыйлайды, бейбітшілікті қолдады. Жыл сайын арнап халыққа жолдауында жолдады. Орындалып арманы, халқымызда ажарлы. Осының бәрін ойласам, елбасымның арқасы. Елбасының саған мәңгі үлкен кіші ағайындар бәрін осы мейірімге қайғыған өзің сіз біздердің тілімізде елдігім мен сендігім бүгін таңда оңайлықпен келген жоқ оң расында желбірете туымыз аспан көкше ел ағасы нұр ағаның арқасында. елбасымыз жолдайды, халық оны қолдайды. Ешқашан да орынсыз шешімдері болмайды. Елбасы елді қорғайды, халық қамын ойлайды. Осындай жақсы адамның жақсылығы тарайды. Тәуелсіздіктің елге сыйлайды, бейбітшілік қалады. Орындалып арманы халқымызда ағады. Осының бәрі әрине елбасының арқасы. Ағымның туын тіккен елбасы, ұл қызынан үміт күткен елбасы. Қазақ елін аялаған елбасы, қиындықта сая болған елбасы. Нұр ағамыз нұрындай бұл қазақтың, нұр сыйлаған көк тәңірім ғажаптың. Нұрын шашып жүрегінде елбасым, ізі қалмай кетеді бастан кешкен азаптың. Тәуелсіздік бабам берді аманат, тәуелсіздік келешектің кепілі, тәуелсіздік жүрмін сені бағалап, тәуелсіздік өткен күні өтілі. Еліміз дамып, өсіп, өркендеп келе жатқанын көзімізбен көрмесек те жүрегімізбен сеземіз. Ендеше бұның барлығы елбасымыз